Таңертеңнен кешке дейін салынатын видеоларымның барлығы монтажға сыймай қалды. Таңертең ертемен тұрып, үйдегілерге шай тамағын беріп алдым. Негізінде түнде қонақ күткен болатынбыз, қонақтардың барлығын шығарып салдық. Қыздармен де керемет жаңалық бар. Сол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгін таңғы 6-да тұрып алып, кірлерімді бірінші салған болатынмын. Сосын әрине өзімнің офисімді жинап алдым. Мына газдың үстін көріп шошып кетпеңіздер. Себебі мен ауылда болған кезде газдың үсті жуылмаған. Менің ауылдан келгеніме ары кетсе 2 күн болды. Енді оның бәріне мен үлгере алмаймын ғой деп ақталып атқансың ба? Енді бар да жоғы да сол. Газының үсті быт болып жатыр. Соның бәрін жуып алдым. Осы бар ғой, мен ыдыс-аяқ жуған кезде тоқтай алмай қалам да. Бірдеңе жасауға ерініп тұрам да, тура ыдыс жуған кезде бір шабытым оянып барлық жерді жуып шығамын. Менде бүгін осындай кастрөлдерді жуып алу керек болған. Осы ыдыстарды үнемі қолданған кезде бір рет кір сабымен жуып шығатын болсаңыздар, осындай жылтырап шығады. Мынаның барлығын кір сабымен жуған болатынмын. Қараңыздар, тап-таза болып шықты. Бала-шағаның ойыншықтары да кір болған екен, оларды жууға жібердім. Кешкі асқа дайындық. Кешкі асқа бізде кеспе. Алдымен тауық аяғын жақсылап тұрып қайнатамыз. Пияз, сәбіз, картошка, бұрыш барлығын турап аламыз. Үсті-үстіне салып жақсылап тұрып қайнатамыз. Біздегі жаңалық, жақындап қалдық. Конфетімді дайындап қойдым. Үйімді жинап, тамағым да дайын болып қалды. Осы кеспенің саламын өте дәмді болып шығады. Арасында кірімді жинап алдым. Ал кеттік, біздегі жаңалық осындай су жаңа машинал болып жатырмыз. Бұл машина тағамыздікі болған, бізге де жоқсы болсын деп осылай түсіріп алған болатынмын. Бәріне жоқсы болсын.